Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама есептер. Бүгінгі сабақта есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Кестені қолданып, тура теңсіздіктер құр. Яғни міне бізде бірінші бағанда және екінші бағанда өрнектер берілген. Қарайық, үлгі ретінде мен сіздерге 3 тура теңсіздік құрдым. 1325-тің 5-ке бөліндісі 296 мен 45-тің көбейтіндісінен кем. 42525 пен 23045-тің қосындысы 1208 пен 45-тің көбейтіндісінен артық. 1325 пен 5-тің бөліндісі 333 пен 2-нің көбейтісінен кем. Және де сіздер өздеріңіз әрі қарай тура теңсіздіктер құра аласыздар. Келесі екінші тапсырма. Ауданды гектармен және армен өрнекте. Байқоңыр әлемдегі тұңғыш және ірі ғарыш айлақ Қызылорда облысындағы Қазалы қаласы мен Жосалы кентінің арасындағы Төретам ауылына жақын орналасқан. Осы ауылға жақын орналасқандықтан халықаралық жер серігі анықтамалығында Төретам Missile and Space Complex деп белгіленген. Ол 6717 км квадрат жерді алып жатыр. Енді мен сіздерге 6717 км квадратты метр квадратқа айналдырдым. Яғни ол 6 миллиард 717 миллион метр квадрат. Енді соларды 6717 км квадратты гектарға аударғанда 671700 гектар. 6717 км квадратты арға айналдыратын болсақ, яғни армен өрнектейтін болсақ, 67 миллион 170 мың ар болады екен. Келесі үшінші тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығар. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Олар 15 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша километр жол жүруі тиіс? Сызбаға қараңыздар, яғни 15 км сағатпен 2 сағат жүрген, әлі неше километр жүруі тиіс екені белгісіз, бірақ барлық жол 60 км. Ендеше осы мәліметтерді пайдаланып теңдеу құрамыз. Кәнеке қараймыз. 15 көбейту 2 қосылған x тен болады 60. 30 қосу x тен болады 60. X тен болады 60 пен 30-ның айырмасы. X тен болады 30. 15 көбейту 2 қосу 30 тен болады 60. 60 тең 60. Сонымен олар әлі 30 км жол жүруі тиіс. Төртінші тапсырмаға қарайық. Сызба бойынша берілген сандардан өрнек құр және олардың мәнін тап. Яғни төменде жасыл деген түстің орнына жасыл сандарды, яғни дөңгелектегі сандарды қоясыздар. Қызғылт сарының орнына қызғылт сары тұрған сандарды қоясыздар. Қарайық. Біріншісіне мен 1290 көбейту 309 қосылған 2725 пен көбейтілген 204 тен болады 954510. Екінші қарайық. 1290 көбейтілген 204 қосу 2725 көбейтілген 202 тен болады 813610. Оқушылар, яғни сіздер сызбаға басқа да яғни сандарды қоя аласыздар. Мысалы, қызғылт сарының орнына 106-ны қоюға болады. Жасылдың орнына 3511 деген сандарды қоя беруге болады. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайық. А тапсырмасына қарайық. Периметр 24 мм, 48 мм, 20 см, 12 сантиметрге тең шаршыларсыз. Сонымен шаршы дегеніміз
барлық қабырғалары бірдей фигура, иә. Сонымен периметр 24 мм. Яғни оның қабырғасы 6 мм екен. Келесі 48 мм. Оның қабырғасы 12 мм екен. Келесі 20 сантиметрдікі. Оның қабырғасы 5 см екен. Және 12 см екен. Ол 3 см екен. Көрдіңіздер ғой? Енді 5-ші тапсырманың әсіне қарайық. Ұзындығы 5 см, ал периметрі 14 см болатын тіктөртбұрышсыз. Осы тіктөртбұрыштың ауданын тап. Енді тіктөртбұрыштың енін білу үшін ұзындығы 5 см дейді. Енді онда бізде екі қабырға бар. Ендеше 5-те 2 10, 14-те 10 азықтамыз, 4-те 2 бөлім 8 см. Ендеше ені 2 см, ұзындығы 5 см тіктөртбұрыш сызамыз. Енді осы тіктөртбұрыштың ауданын табайық. Аудан табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. S тен 5 см көбейту 2 см тен болады 10 см квадрат. Келесі 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. Кәнеки бірінші теңдеуді қарайық. X қосу 52.345 тен болады 345 көбейтілген 201. X қосу 52.345 тен болады 69.345. X тен болады 69.345 азайту 52.345. X тен болады 17.000. Тексереміз. Екінші теңдеу. Y азайту 807 тен болады 92.204 бөлінген 259. Y азайту 807 тен болады 356. Y тен болады 356 қосу 807. Y тен болады 1163. Тексереміз. Келесі 7-ші тапсырма. Қалада ғарыш туралы фильм жүріп жатыр. Кинотеатр кассасында бір күнде 4000 билет сатылды. Оның таңертеңгі сеансына 350 билет, ал күндізгі сеансына таңертеңге қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Ал қалғаны кешкі сеансқа сатылды. Кешкі сеансқа қанша билет сатылды? Сонымен барлық билет 4000, одан азайтамыз таңертеңгі сеансқа 350 және азайтамыз күндізгі сеансына таңертеңге қарағанда 3 есе артық, ендеше 350 көбейтеміз 3-тен болады. 350-ді 3-ке көбейтеміз 1000. 1050. 4000-нан 350-ді азайтамыз, одан кейін 1050-ді азайтамыз. Тен болады 260. 2600. Сонда жауабы кешкі сеансқа 2600 билет сатылды. 8-ші тапсырмаға қарайық. Егер фигураларды 3 түрлі түспен бояйтын болсақ, қанша нұсқа алуға болады? Түстер қайталанбайды. Егер пішіндерді 3 түрлі түспен бояйтын болсақ, қанша нұсқа алуға болады? Бұл тапсырма комбинаторлық есеп болып табылады. Таңдап алу, яғни қайталанбайтындай және қалып кетпейтіндей етіп орындайды. Яғни бұнда түстер бізде қайталанбайды. Міне қараңыздар. Яғни қандай? Қызыл, жасыл, сары, қызыл, сары, жасыл, жасыл, қызыл, сары, жасыл, сары, қызыл, сары, қызыл, жасыл, сары, жасыл, қызыл. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде бізде неше нұсқа болады? Жауабы 6 нұсқа. Келесі үй жұмысы есепті шығар. Қанеке қарайық. Ғарыш агенттігі ғарыш ауыл шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдады. Ғалымдар ғарыш жағдайының өсімдіктерге тигізетін әсерін зерттей бастады. Арнайы жылыжайға 900 өсімдік отырғызылды. Оның 630-ы көкөністер, ал қалғандары дәнді дақылдар. Көкөністерді әр сөреге 35 данадан, ал дәнді дақылдарды 30 данадан орналастырды. Барлығы қанша сөре қажет болды? Кәнеки бірінші бізге
қалған дәнді дақылдарды тауып алуымыз керекпіз. Ол үшін 900-ден көкөністерді азайтамыз. 630 болады, 270 дегеніміз ол бізде дәнді дақылдар. Енді көкөністер 630, ол әр сөреге 35 данадан. Жақшаның ішінде 630 бөлінген 35, жақшаның жағын қосу. Дәнді дақылдар 270, бөлеміз 30 данадан бөлу 30 тен болады. 630-ды 35-ке бөлеміз 18, 270-ді 30-ға бөлеміз 9. 18-ді 9-ға қосамыз 27. Жауабы барлығы 27 сөре қажет болды. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.